Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Kurban Kazak. және де бүгін біздер достар әртүрлі сұрақтарға жауап беріп паркур өтетін боламыз. Кеттік! Барлықтарыңыз тағы да сәлем достар. Біз осындай күшті картада пайда боламыз. Мынаны қараңдар, бұл карта сонда екіге бөлінген. Қыздардың жағы бар және ұлдардың жағы бар. Біз ұл жақты таңдаймыз и осылай өтетін боламыз. Біздің скиніміз осындай болады, яғни көріп тұрғаныңыздай. И бізде бірінші сұрақ достар. Біз түрімізді өзгертеміз ба, немесе басымызды алып тастаймыз ба? Давайте түрімізді өзгертейік. И біздің түріміз мынандай тілімен шығып тұрған адам болады. Так, ары қарай кеттік достар. Енді паркур басталады. Бізде осы секіреміз, жүгіреміз и бірінші чекпоинтқа келеміз. Сосын барып келесі жерге өтеміз. Бұл жерде дөңгелек заттармен осындай кішкентай төрт бұрышты зат. И бізде келесі сұрақ достар. Шалбарымыздың қайсысын таңдаймыз? Осындай қара шалбар таңдаймыз ба, немесе рандомный қара шалбар, яғни кездейсоқ шалбар таңдаймыз ба деген сұрақ болды. Бірақ біз мына қара шалбар таңдап, ойбай, қара емес екен ғой мынау, көк шалбар. Қараңдар, көк шалбар екен. Мен ойладым қара деп. Жақсы, ары қарай осындай, мынаны қараңдар достар, су бар. И мына судың ішінде біз қалқып тұрамыз. Күшті екен, мынаны қараңдар. Так, келесі сұрақ бізде осындай футболка уткамен немесе басқа рандомный футболка. Давайте уткамен таңдайық и қараңдар достар. Біздің скинімізді қараңдар. Кәдімгідей өте қызық киім болып жатыр, қараңдар да достар. Біздің стиліміз өте әдемі болып тұр. Қазір біздің стиліміз кәдімгідей бір нубикті напоминать етіп тұр достар, маған бар ғой. Кәдімгі бір нубиктер болады ойында. Дәл сол біздің түріміз соған да ұқсайды, киіміміз де ұқсайды соған. Так, келесі достар, бізде бұл прическамыздың қандай таңдаймыз? Осындай рандомный таңдау болады, немесе осыны таңдау болады? Осыны таңдайықшы достар, көрейік. Мынаны қараңдар. Енді біз кәдімгідей бір VIP игрок сияқтымыз. Кеттік. Ары қарай осындай киімнің үстінен секіретін боламыз. Бұл оп-оңай. Дым қиындығы жоқ. Сосын бізде лестница бар. Лестницадан осылай көтерілеміз. Тағы да лестница бар. Одан да осылай көтерілеміз. Сосын бар бізде осындай дөңгелек заттар, дөңгелек күшті, кішкентай заттар. Келесі бізде бұл core blocks. Core blocks деген не екенін білмеймін, бірақ бұл деген керек емес. Так что лучше осылай өте салайық. Ары қарай бізде осындай изогнутый заттар. Бұдан ақ затқа бізге тимеу керекпіз достар. Ақ затқа тисек өліп қаламыз. Сондықтан осылай обычный өту керек. Жұлдыздан өтеміз енді. Осындай көк түсті жұлдыздардан құлап қалмау керек. Опа, өттік, болды. Так, ары қарай бізде осылай қайтадан лестница өтеміз. И бізге тағы да сұрақ келіп тұр достар. Немесе осындай очки алуға болады, дөңгелек. Немесе бізге осындай рандомный очки алуға болады. Давайте рандомный таңдайық. И бізге осындай бір мектептегі очки түседі. Ойбай, мұны сынып қалған ғой, мынаны қараңдар. Мынаның сол жағы сынып қалған ғой. Жақсы, ары қарай өтеміз. Так, осындай шалбардың үстінен секіріп өтеміз. Шалбардың үстінен секіріп осындай судың ішіне кіреміз. Ары қарай тағы осындай заттарды секіріп өтеміз и болды достар. Соңғы сұрақ болып тұр осы жердегі, осы этаждағы. Бұл бізде немесе осындай кепка, немесе басқа кепка. Давайте басқа кепка алайық. И бізге мынаны қараңдар, панама түсті достар. Әдемі панама түсті. Бірақ біздің шашымыз шығып панаманың үстінен. Бұл қалай сонда? Жақсы, ары қарай лестницалардың үстінен өтеміз. Басқа бізде вариант жоқ. Енді бізге осындай ауыр штангалар түсті. Штанга ма, немесе басқа зат па, ауыр зат екен. Мен осыны білем. Шын өмірде көтеріп көрдім, өте ауыр екен. Әрі қарай біз қайтадан осындай круглый заттардан өтеміз, дөңгелек заттардан. И кеттік. Келесі сұрақ бізде осындай қызыл шарф, немесе басқа рандомный шарф. Бірақ біз қызыл шарф таңдай салайық достар. Қызыл шарф бізге жарасады, әдемі болып тұрық біздер кәдімгідей. Сондықтан ары қарай жалғастырамыз. Көріп тұрғаныңыздай достар, қараңдар, біз қазір балдар жағын өтіп жатырық, бірақ мына жақта қыздар жағы бар. Қыздар жағын бірақ біз өтпейміз, себебі біз ұлмыз. Не үшін керек бізге қыз жағы? Чисто ұл жағын өтеміз. Қыз жағын өтсек, өзімді қыз сияқты сезініп кетемін достар. Сондықтан, егер сендер қыз болсаңдар, қыз жағын өтесіңдер достар, ал егер ұл болсаңдар, ұл жағын өтесіңдер. Келесі сұрақ, осындай Маквин сумкасын аламыз, немесе рандомный сумка аламыз. Бірақ біз Маквин сумкасын аламыз, себебі ол өте әдемі. Мынаны қараңдар, кәдімгідей әдемі болып тұр, маған жарасып тұр. Так, енді осындай қораптардың үстінен секіріп өтеміз. Бірақ секірмей де өтсек болады бұл жерде, себебі жақын қораптар бір-біріне. Так, судың ішіне кіреміз и оппа, үстіне көтерілеміз. Ары қарай бізде осындай қара біртүрлі заттар. Мен бұның атын білмеймін достар. Так, келесі сұраққа келдік. Бұл жерде немесе рандомный прическа, либо рандомный шалбар. Бірақ біз рандомный шалбар таңдаймыз и біздің шалбарымыздың түсі серый болып өзгерді. Жақсы, кеттік ары қарай.
біз уже финалға кішкене қалды жетуге достар, финалға кішкене қалды. Осы үстіне қарай көтерілеміз, тоқтамаймыз. И кеттік. Келесі сұрақ. Рандомный үстіне киетін затымыз басымызға яғни. Немесе рандомный футболка. Менің панамам ұнамай тұр, себебі менің шашым панамамның үстінен шығып тұр. Сондықтан осындай кепка алдық, бірақ ол кепканың да үстінен шығып тұр, менің шашым қалай бұл. Келесі бізде осындай ақсыздықтар, осы ақсыздықтарды секіріп өту керек. Оппа, о, қиындығы жоқ одан. Біз оңай өтіп кеттік. Рандомный сумка Маквиннің орнына, немесе рандомный шарф. Шарф бізге ұнап тұр, Маквинде де ұнап тұр, достар. Мына екі сумкада да шарф та өте күшті ұнап тұр. Бірақ біреуін алып тастау керек. Давайте шарфты алып тастайық, себебі Маквин маған больше ұнап тұр, и біздің шарфымыз қара түсті болып кетті. Ары қарай достар, осындай палкадан секіреміз қайтадан бізге су түсті. Су ішіне осы кіріп жүземіз, және кіріп тағы да жүземіз. Бұл өте оңай, бұл қиындығы жоқ. Так, мынандай палкалар қайтадан, ол палкалар оңай. Біз уже қанша рет өттік. Рандомный прическа немесе рандомный очки. Очкимізді алайықшы, достар, себебі біздің очкиміз сынып қалған. Енді біздікі көзімізге пират сияқты мынандай повязка тағып қойды, достар. Мынаны қараңдаршы. Бір түрлі көрінеді екен, бірақ жақсы, достар. Лестницадан осылай өтеміз. И осындай рубашкалар түсті. Рубашканы асықпай өту керек, себебі бұл жерде құлап қалсаң, біттің, қайтадан өтесің барлығын. Так, достар, бірінші уровеньді өттік. Біздер екінші уровеньге келдік, достар. Так, бұл жақта екінші уровеньде біз қайтадан балдар жағын өтеміз, бірақ қыз жағын өтіп көрсек болады, но мен оны жасамаймын, достар. Себебі мен олмын. Ол болсам маған керек емес оны. Келесі сұрақ, осындай шалбар немесе рандомный шалбар. Давайте осы шалбарды алып көрейік. Бізде кәдімгідей стильный бала болып кеттік. Қараңдар, әдемі көрініп тұр. Маған ұнап тұр. Ары қарай осылай секіреміз. Бұдан қиындық жоқ бізде. Мынадан секіреміз. Так, мынаны қараңдар. Бізде өзгеріс пайда болып жатыр. Кәдімгідей мына үлкен болып жатыр әр зат. Ойбай, құлап кеттік қой, достар. Құлап кеттік қой, білмей қалып. Хорошо, кеттік, қайтадан өтеміз. Қайтадан жүгіретін боламыз. Мына жаққа қарай. Итак, достар, мен құлаған жеріме қайтып оралдым. И бұл жерден оңай өт. Келесі бізде шарф. Мынаны қараңдар, кәдімгідей қызыл әдемі шарф. Немесе шарф емес, мынау қылыш па? Қылышқа да ұқсайды, достар. Келесі сұрақ. Осындай ақ футболка, немесе рандомный футболка. Давайте ақ футболка. Қараңдар, күшті жарасады бізге. Неге футболка пайда болмайды? Алло, футболка қайтасың? Футболка жоқ, достар. Әумин футболка. Так, сағаттың үстінен секіреміз. Сағаттар енді оңай, бұл қиындық жоқ. Мынаны қараңдар, достар, жаңа зат пайда болып жатыр. Осындай демонның заты, немесе рандомный басқа зат. Давайте лучше мынаны ала салайық. И бізге наушник берді, достар. Мынаны қараңдар, әдемі күшті наушник қара түсті. Ары қарай, достар, осылай высотасы көтерілетін коробкалардың үстіне өтеміз, секіріп өттік. Ары қарай осындай тағы да ойбай ағзатқа басып қалдым, бірақ біз өліп қалған жоқпыз. Келесіде осындай прическа, немесе рандомный прическа. Давайте рандомный прическа таңдайық. И біздің прическамыз ақ түсті болып кетті. Мынаны қараңдар, біздің шашымыз ақ түсті болып кетті. Так, ары қарай қалай? Мынаяқта просто былай өтеміз. Ойбай, құлап қалмау керек. Құлап қалсақ, біттік, достар, барын қайтадан өтеміз. Бұл бізге керек емес. Бізге бұл картадан бірінші реттен өтіп кету керек. Келесі сұрақ, осындай рандомный шарф, немесе қылыш алайықшы. Вау, мынаны қараңдар, достар, бізде катана бар енді. Кәдімгідей бір қылыш, катана. Қылыш деп айтуға да болмайды, себебі бұл катана, достар. Қылыш деген басқа зат. Мынау кетіспейді, ол сөзге бізде катана бар деп айтайық, достар. Так, мына жерден, көрініп тұр. Мына жерден құлап қалатынымызды, мына жерден өтетінімізді көрініп тұр. Келесі бізде осындай заттар. Бұл деген не? Бұл бізде құрал жабдықтар. Так, келесі сұрақ, бізге осындай шарф, немесе рандомный очки, немесе осындай тағы да шарф. Шарф па, капюшон ба, сондай. Бірақ бізде капюшон бар сияқты. Так что давайте очкимізді ауыстырайықшы. Очкимізді ауыстырайық. И біздің очкиміз қандай? Очкиміз ауысты ма дейшеш бірінші. Очкимізді ауысқан жоқ. Дым просто очкимізді алып тастады. Так, бұл жерде бізде лабиринт, бірақ біз осы үстінен қарап өтеміз. Так что біз хитрыймыз. И достар, өттік. Соңғы сұрақ. Дым ба или басымызды алып тастаймыз ба? Басымызды алып тастайық. И болды, достар, біз өттік бұл ойынды. Прикиньте. Ал достар, егер де сендерге осы видео ұнаған болса, лайк басып, жаңа видеоларды қарап кетейік. Қош сау болың.